алма ағашында, әсіресе басқа ағаштарда кездеседі, сүйек жемістерде кездеседі. Үлкен қауіпті зиянкестің бірі қанды біте, красная кровяная тля деп айтады. Оны біреулер ақ мамыққа ұқсайды. Бұны тексерсеңіз, езетін болсаңыз, қан шығады ішінен. Бұл негізі карантинді нысым болып саналады. Бұлар ағаштың бұтақтың қабығын, сөлін сорады. Сөйтіп бұтақ жарамсыз болып қалады негізі. Бұдан жуан бұтақтардың да қабығын қатты зақымдайды. Қысты күні қазір тірі жүр мына жерде қазірше. Бұлар қысты күні мынаның түбіне 30-35 сантиметрге дейін тереңдеп кетеді, қыстап шығады содан. Көрдіңіз, мынадан бәріне көп толып жүр. Егер мынаны келер жылы дұрыстап өңдемесе, мына ағаштан айырылып қалу қаупі бар. Бұны өңдегенде де мен білетін дәлелденген тәжірибеде Теметоксам деген әсер етуші заты бар. Актара деген Сингенді компаниясының дәрісі бар. Соны түбіне құюға да болады. Сумен араластырып, ол сөлмен бірге барып, мыналар қоректеңіз былай өлетін болады. Осы жапырағынан шашу керек бірнеше рет. Сөйтіп құтылмастан ағашыңызды өлтіріп тастайды. Кішкентай болса да.